Тарих тағылымына үңілетін болсақ, 1775 жылдан бастап Орал атауы беріле бастады бұл қалаға. Ассалаумағалейкум, темір тұлпар баптаушылар. Казавто Оралда қарсы алыңыздар. Сен менің дәрімім таусылған дейін берем, сен төкпей қалсын болды бәрін төңгерем. Сен менің ауам дейім тарылғанда дем береді, сен менің медбикем әрбір сөзің менің дәрілерім. Дәрімім таусылғанда ем береді, сені таппай қалсам болды бәрін төңгерем. Сен менің ауам дейім тарылғанда дем береді, сен менің медбикем әрбір сөзің менің дәрілерім. Сен менің дәрімім таусылғанда ем берем, сен төкпей қалсын болды бәрін төңгерем. Сен менің ауам дейім тарылғанда дем береді, сен менің медбикем әрбір сөзің менің дәрілерім. Бүгін біз Орал қаласына келдік. Бұнда ресейлік көліктер көп. Орал Самара қаласына жақын болғаннан кейін алыпсатарлар 70%-ға осы қалада. Өзіңіз көріп тұрғандай ресейлік көліктер мұнда көптеп сатылып жатыр. Бағаларын біліп шығамыз, достар. Кеттік. 600 мың 2008 дейді. Қалай жағдай? Қашан келді? Құжаттары түгілі ғой. Сіздегі страховкамен бересіз ғой, сататын кезде. Бір жұма болды. Қай қаладан келді? Самарадан келді. 2008. 600 мың теңге. Саудасы бар ма? Шірген жерлері? Шірік жоқ. Бар, таза да? Тағы бір көңіл бөлетін жерлері, ол бұлардың краб дейді, ең слабый жері. Мұнда сваркленген екен. Сварк тиген екен астына. Міне астында. Көрдіңіз ғой? Анау сол сияқты. Бір жағы рас. Енді бұлар көбісі сваркленеді. Өйткені бір жақсылап сварклесе, роднойдан да мықты болады негізінде бұлар. Астына жағында швеллер қойып жасаса. Осындай бағалар. Жақсы, сәттілік. 2006 жылғы Калина 570 мың теңге дейді. Мен айтайын достар, бұлай өзім мені білем ғой, ар жағы краскіленген, капот краскіленген, мынау краскіленген. Мына бір сөз айтқанда сау жері жоқ. Мына Камридің бағасы 2 миллион 200 сұрап тұр екен, объем қозғалтқыш көлемі 3 литр. Жоқ емес, бар вложение керек сыртына. 2004 десятка, 650 мың теңге ма? Ваша, да? Да. Что окончательно будет? 4-й год 650. 650. Окончательно, да? Нет, торг есть. Торг есть. Ішкі бетінде бір қарап жүрейік. Что, красился машина, да? А? Красился? Да, конечно, здесь просто, когда блестит, все крашены. Хорошо. Жағдайы жақсы дейді, 650 мың саудасы бар. Мына ондықтардың. 2014, мынада 650 мың саудасы бар дейді бағасы. 8 клапанный. Только цвет другой, да? Да, цвет. Что за цвет это? А? Какой цвет? Я не знаю, как по документу пишет, там темно. Вот хозяин идет. 16 клапанный или что? Нет, это 8 клапанный. А это? Вот это 16 клапанный. 16 клапанный. Да. Хорошо, удачи. 16 клапан Renault мотор дейді, 7 орындық. 154 мың пробег, 3 миллион теңге. 14 жылғы. Торг бар дейді. Тағы да айтып кетелік достар, мұнда алып сатарлар көп. Бір адамда 5-6 машинадан бар мұнда. Сол себепті мұнда келіп көлік таңдасаңыздар, бір адаммен келсесіз. Қанша машинада? Renault Sandero Stepway 2015 жылғы 3,5 миллион. 3,5 миллион айтып тұрмын, 2015 жылғы. Renault Logan дейді, 2015 жылғы автомат, объем 1.6, кондиционер, подогрев сиденья, сигнализация мұнда барлығы бар. Бағасы 3 миллион 600 мың теңге. Осылай. Жақсы. Кеттік ары қарай. Екі 2011 жылғы Priora 950 мың теңге сұрап тұр. Алдында не бар екен қызықтыратын?
Кондер жоқ. Кешегімізді да, Нұржан. 950 мың дейді. Кеттік ары қарай. 1.100.000, 2002. Механика? Кондер жоқ. 400 2-литровый автомат. Мынау не? Элантра. 1.300.000 Hyundai Элантра. 2002. Қарауат. Объем 2. Подушкасын қаратады. 1.300.000. Подушкасын қаратасың? Май жемей ма? Жақсы. Toyota Camry. 2008 жылғы 4,5 миллион. 2.4. Бағасы 4,5 миллион. Бұлай 2008, 2.4, 2.4. Пробег қанша болып отыр? 183. Брат, сен осы ютубта жүрмейсің бе, бәшә қарап? Иә. Істеп жатсыңдар ма қарап? Репортаж істеп жатсыңдар ма? Иә. Мына жақ соғылды ма? Мына жақ соғылды ма? Менің көзімше ештеңе болған жоқ. Екінші хозяин. Бағалары осындай дейсіз. Жақсы. Мұнда да тұр 2005 жылғы 15-21. Бір хозяин дейді. 900 мың теңге. 2005 жылғы. Audi 80. Гур. Ксенион дейді. Лед. 850 мың теңге. Газ, бензин. Хорошее состояние. Потолок обшитый. Потолок обшитый почти вся даже. Ну, кроме задней двери одной. Ошибка жасалған дейді барлық. Потолок обшитый. Потолок. Ой, понял. Мына жағын іш жағын істеген екен. Көрсетші. Потолок. С музыкой 850. С музыкой. Чё? Без музыка? 800. Ну, я задней колонки только 30 стоит. Башка стоит. Такой, вот. Хорошо. Matiz 2007 Гур кондиционер. Полностью. Сигнализация 750 мың теңге. Төрт земляный дөңгелегімен, титанкісімен. Барлығын қосып бересіз. Берем. Зачем? Соңғы бағаңыз. Енді алған жағдайда келсеміз ғой. Енді айтшы осындайға берем деп. Қайсына? Осында? Мынаны ма? Иә. Страховканың ақшасын. Страховканың ақшасын түсесіз. 700-ге болады ғой дейші, в общем. Енді болады. 700 мыңға мына іші кожа, кондер бар. Жалпы тамаша іші көрінісі. Әдемі. Әдем, салон қожа жақсы. Жалпы осындай көлік айдайтын болсам, осы көлікті айдап кетер едім мен. Барлы жақсы екен. Жоқ, Matiz мықты. Білем. Жүрісі де жақсы. Симайды, өтілгенің бе? Жоқ, кең іші. Менің үйімде жігіттерім кетеді осы. Ауырып кең. Кең іші. Міне Matiz'дер. Сіздікі ма? Қанша айтып тұрсыз? 2 миллион 200. Қай жылғы? 2001. Мұнда да барлы. 8 клапанный. 8 клапанный? Простой движок. Қандай ол? Қайсы түрін көрейік? Бұларда жалпы 1.8 мен жаңа 2.8 емес пе? 1.8 мен 2.8 болатын еді. Жоқ, 2. Европейк. Европейк ма мынау? Не, таза. Осылай де. 8 клапанный. 8 клапанды. Мотор. 2-2 қозғалтқышпен. ACM қоз. AZM деген. Қозғалтқыш. Круиз контроль. Мұнда газ жоқ та? Тоғыз литр жейді қалаң ішінде. Средний өтсек. Экономный дейді ош. Көп жемейді дейді. Қалаң ішінде 900. Трасы да қанша? Просто деген зөмі өтсек, 6,5 да? Жалпы Passat мықты машина. Душ шумка да. Иә, шумка жағына қатты мән берілген бұл көліктерге. Жалпы Орал қаласында бұнда алып сатарлар көп. Bir adamda 3 машин, 5 машинен бар.
Соны біліп алған орыстардың өздері де келіп мында көліктерін сатады. Өйткені мында 200 километр Самара жап-жақын, көліктерін сатып кету оларға тиімді. Audi A4 1.8 турбо, кузов B8, 2009 бағасы 3,5 миллион дейді. 3,5 миллион бағасы. Саудасы бар дейді. Opel Astra 96 жылғы, объем 1.4, 680 мың дейді. Саудасы бар. Келсеміз дейді. Алдарыңызда Priora 2012 жылы, год выпуска, газ, бензин, кондиер бар дейді. 1 300 000 бағасы. Біраз вложение керек, кузовтар көретін. Мына қапталдың түгелінен сырланғаны көрініп тұр. Мен байқап тұрмын. Алдарында да бар соғылған жерлері. Достар, бүгінгі түсірілім осындай болды. Өздеріңіз көргенде мұнда ресейлік көліктер көп, 14-15 дегендей. Көлік базарының 70% сондай орыс көліктер. Қазақ жұрттары мұнда аз, өзіңіз көріп тұрғандай. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеомен бөліссеңдер тіптен жақсы. Сау болыңыздар. Артында. Достар, бүгінгі түсірілім осындай болды. Татып өтіп кетсін. Достар, түсірілім достаточно соғып жатыр ма? Соғып жатыр.